Көрсөбүз го, көрсөбүз. Мына жакта алаяктык болуп атыр. Алаяктык. Кезекші түсініп ма, түсініп тұрған жоқсың ба мені? Кім жібересіз қазір? Жедел тергеу тобын сұрап жатсыз ба? Сосын? Кезекші прокуроршы? Кезекші прокурорды жіберейін. Жіберіңіз. Жанбол шақырып атыр деңіз, ә? Айдай. Жақсы. Иә. Ол сіздерде мынандай мүмкіндік жоқ па? Мүмкіндік жоқ па? Мемлекет бәрібір бұл кісілерге 73 мың теңгеге телефон алуға мүмкіндік беріп тұр, ә? Сол 73 мыңға ақшаны беріп, өзі телефон алсын деген, келесі 5 жыл бәрі телефон сұрамайсын деген мүмкіндік жоқ па? Ондай не жоқ. Көрдіңіз ба? Басқа өзің таңдайтын шынайы нағыз баға қойып, тәубесі бар адамдардан мүмкіндік бермей тұр екен ондай. Көріп тұрмыз, жаңағы ең арзан қосқаны 7 мың теңге. Басқа поставщик таңдау бар ғой? Бәке, 61 телефон, кез келгенін тек... Жоқ, ондай емес, ол бір поставщиктің енгізіп отқан бағасы. Басқа поставщик ішінде? Мен көре берсем бола ма? Басқа, мұнайлардың отчестволар бар ғой. Жоқ, олардың да бағасы сонда ғой бәке бәрі. Олар бағалар басқа, олардың өздері ұсынады. Мүмкін емесін. Көрсетіңіздер, басқа. Республика бойынша өздері ұсынады ғой бағаны. Тоқтай только шықсын. Иә. Осы ма телефоннан? Ол бір несін отчестводан бағаны. Мына жерде телефон тұр ғой, таңдап жүрген жоқсыз ба сіз? Соннадан басайын, осы, мына кімнің заты ғой. Түсіндім. Басқан жоқ, мына выборда бар. Керек, көрекші поставщигін. Жаңағыдай Каспийдегідей деп тұр ғой, міне, мысал мынаны таңдадық ал, иә? Дұрыс па? Несі қандай? Infinix дейма. Қытай ғой, әртүрлі ат қоя береді. Міне. Фирма бөлек қой, иә? Басқа фирма, иә? Қараңыз, поставщик, бір-ақ адам, ИП Исмагилова Гүлнара болды. Болды, кәні поставщик таңдайық та? Таңдайық. Қалай таңдаймыз? Қайда кетіп қалып Бақытжан? Жоқ қой мына жерде таңдау, дұрыс па? Бір-ақ адам тұр. Ол кісі оны айтып жатқан жоқ, мына ішінде телефон көп қой. Жоқ, модельді айтып жатыр ғой, таңдау түрі көп дейді. Ол үйтіп айтқан жоқ, ол интерпретация. Поставщик көп деп тұр да. Түсіндіңіз ба? Алып келуші адамдар көп дейді. Міне қараңыз. Біреу поставщик, біреу ақ. Жанат, мен сізге күн айттым ғой. Көрдіңіз ба? Біреу ақ поставщик. Фирмалар көріңіз, атын атап шығыңыздар. Есіңізде ме? Білем. Иә, сол фирмалар мысалы. Енді наңғараңыз, поставщик деген қандай болатын мен сізге көрсетейін. Дүкен. Мысалға, мен жаңағы Samsung-ты көре салайық, A12. Бұл модельді айтып тұр да, 64 гиг, 32 гиг сондайын таңда деп тұр. Ал мені, поставщик деген мені. Әр қайсында мынада 73.890 болса, мынада 74 мың теңге. Көрдіңіз ба, поставщик деген қандай болатынын? Таңдайсына 4 емес, жоқ, 20 бар аяқта. 88 мың теңге дейін кетеді. Ең арзаны бірінші бетте тұрады. Міне таңдау 70 мың. Ең соңындағы 88 мың теңге да. Көрдіңіз ба? Бұларда да сөйтіп қымбат сататыны бар, бірақ ең арзанын бұлай таңдау етіп қояды. Көріп тұрсыз қой? Ал жаңағы Бақытжан айтып атқан ол өтірік нәрсе да, поставщик деген таңдау бар ғой дейді. Негізі мынаны да тексере салайықшы, Текна дейді. Мына Американ бешара телефондарын бәрін ұрлап бітті. Бұл сатыла ма өзі бұл жақта? Сатылмайтын да сияқты. Бұндай телефон. Мен тұр ғой. 43 мың теңге да. Ола телефон ол. Текна Pop 4 Pro дейді. 43 мың теңге. Енді бұл жақта 70 мың теңге ғой. 70 мың теңге. 43 мың мен 70 мыңның айырмашылығын сезесіз ба? 27 мың теңге. Көзі зағип жанға, жанның ішінен. Мен Назарбаев бұншалықты жемқор емес қой. Назарбаев көз зағип жандардың, мүгедек жандардың ақысын бұншалықты жемеген ғой, мыналар сияқты жеген сияқты. Шалықта бір мақтайтын кезім болды ғой, ә? Наңғараңыз, жауапкершілік шектеулі серіктестік дейді. Қай жақтық екен? Солтүстік Қазақстан облысыныкына, Солтүстік Қазақстан облысы. Мынаның бәрі қазір, міне қараңыз.
кез келгенін таңдаймын да үйге дейін алып кеп береді. Иә. Иә. Міне, бір жылға бөлетін болсаң 6000 теңгеден адамдарға өздері ала салған дұрыс болатын еді. Негіз 70.000 теңге қоя беріп тұрғаны 70.000. Міне, 70.000 теңге тұрады. Ал бұл сіздерде қанша деді? Одан аса уже төлейсің да. Иә, қызылмен көрсетіп қойыпты ғой. Не істейміз енді? Жамбыл бізде бұндай бірінші рет болып тұр, бұндай биыл болып тұр портал деген. Жемқорлықтың жаңа жолы ашылды деңіз. Жоқ, ондай деп ойлап отырған жоқпын өзі. Мен де қойып қойын, әр телефонға 5000 теңгеден қосып, шүкір деп қойып. Құдай сақта, ойламап едім мен. Мен биыл қаңтарда таңғалған едім, нұрекелер әуре сарсанға салып жүргеніне. Олар қойды деп үміттене, мен наларды қалай қойғызуға болады? Қараш, үстінен тағы да 5000 теңге төлейсің дейді. Жаңағы несін таңдадық қой. Қазір енді мен прокуратура келсін, соларға тағы да көрсетем. Сағатта не істейтін болдың, Айжан? Бастарып тұрсың ғой, бұл ұнамай деп тұрсың, бірақ таңдау бар ғой, болды. Жақсы, онда сіздерге кедергі етпейік, біз дәлізде күте тұрамыз, келсін. Дәлізде отыра көрсің ба? Осыны отыр, дәлізде отырасың ба? Қазір байланысқа шығамыз, кезекші прокурорымызбен тобымыз келсін. Сөйлейсіз ба? Жақсы, байланысқа шығамыз. Қазір Нұрекеге 419 жауап түсіндірілді. Жалған ақпарат берген болса, жалған арыз жазған болса, жалған ештеңе жоқ. Бәрін өзіміз тікелей эфирде көріп отырмыз. Қаншалықты зағип жандардың үстінен нан жеп, нан дегенде адал нан емес, қосымша қосып, дүкендердің үстінен нарықтағы бағадан артық ет жазып отқандар. Оны болған мән жайды айтып берші, мен арызға түсірейін. Не болды? Болғанда негізі осы жылы 2021 жылы менің өзім тектес, мысалы қызым, өзім туылған қызым, ол да болған Сайжан аты жөні. Сол қыздың мысалы осы портал бойынша кезегі келіп тұрған. Ол кісіде мүгедек па? Иә, мүгедек бірінші топтағы. Сол кісінің кезегі келсін, бұл кісілер енді таңдау береді, мысалы ол қыз келеді мына жерге таңдайтын болса, сол керек тиісті затын алу керек оны. Мемлекет бекітілген жәрдемақы сондай ма? Түсіндіріп беріңізші. ИПР арқылы. ИПР ана неден птектен, бұл кісілерге ИПР деген қағаз бар. Соны жазып береді соған осындай телефон, плит, сағат бәрін. Ноутбук бар. Бұл құралды алған екен, 5 жылдан кейін құжат өткізеді бізге. Соны биыл Нұрекенің қызы Айжанның кезек келіп тұрды, сағат пенен телефон алуға. Соған келген. Сол келгенде порталда жаңағы телефонның бағалары қымбат. Нарықтағы бағадан. Біз оны бірақ біз қойып, біз не алмаймыз да оны. Енді өзі біз порталды ашқанда өзі сөйтіп келді ол. Соған не алғатыр Жамбыл келген ол. Қызыңыздың кезегі қазір келіп тұрған, иә? Кезегі. Телефон мен сағат болған Сайжан. Мен қызық үшін Каспий KZ-ті аша салдым да. Нарықтағы баға қандай десем, әр қайсының үстінен 14, 20, 25 мың теңге қосып жүріпті. Қазір енді бұл жерде осы министрлікке қатысты ғой, бақылаушы неге жоқ екі ортада, неге бағаны бақыламайды мәселе. Поставщиктердің бағасын бақылау керек қой. Соны айтып тұрмын ғой, ортада салған кезде бақылап отыру керек та, нарықтағы баға қандай, бұлар қандай бағасын отыр деп. Бақылап салу керек та. Кім қайды, бақша қайды? Кәскелет алдында кісі бар. Қызы мына жақта күтіп тұр ғой. Біз ол бар ғой порталды, біз етіп аша бермейміз, оны СП ключ әкеледі, сол өзі ашамыз. Атақ ол біздің ключ немен ашыла бермейді. Біз оны күніге көріп, тексере бермейміз ғой аш. Сіздің мекеменіздің жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау. Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі. Жон Нұреке отырмайды. Отырасыз ба? Мен келді басшысы.
Жаңағыдай Арнұр көзіңше өзі басша ашып бағаларды салыстырып көрейік деген ғой нарықтағы. Отырасыз ба компьютерге? Несіне тұр ғой? Бұл бір поставщиктің несі бағасы. Сіз поставщик таңдау мына жақта жоқ болып тұр, Бақытжан, түсінесіз ба? Мен көрсеттім жаңа ғана, көрсетейін ба қайтадан? Поставщик сіздерде біреу-ақ болып тұр. Біреу-ақ болып тұр ғой? Жоқ, бәке, жерде айтысқаннан көрі бар ғой. Ана жерден көріңіздер, ашыңыздар. Иә, ашыңыз. Айтысудың жерде қажеті жоқ. Міне, ашып Ашыңыздар, көріңіздер. Міне, поставщик ИП Исмагилова Гүлнара Ринатовна дейді. Кән басқа поставщик маған тауып беріңізші, арзанырақ. Тауып беріңізші. Жоқ басқа. Не айтып отырмын бағанадан бері? Солай жоқ. Неге кірсеңші? Телефон емес, поставщик көріңші, ол поставщикте қымбат екен. Басқа поставщик көрсеңші? Жоқ, дәл сол ұнаған телефон мысалға. Кез келген телефон, кіріңізші мынаған, мысал, кез келгенне кіресаңыз. Мен моделін көрген жоқпын. Кіресаңыз, кіріңіз. Жоқ, поставщик, басқа поставщик көрсеңізші? Жоқ, сіз түсінген жоқсыз, біз поставщик іздеп жатқан жоқпыз. Біз телефон таңдап жатырмыз, дұрыс па? Бұл кіші қаяқтан біледі, бір жеке кәсіпкер Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Біз телефон бойынша. Міне поставщик біреу ғана. Кәні басқа. Көрсетіңізші маған, сіз бар дейсіз, біреу-ақ тұр ғой. Таңдау жоқ. Мына телефонға да, мына смартфон, мына Samsung. Жоқ, мысал осы телефон ұнады, бірақ мені онымен қосу керек. Бұдан арзанырақ түрі кәні. Мен сізге қазір Каспий KZ-ге кіріп көрсет алам ояқта. 20 дүкен мынадан арзан. 20 дүкен Қазақстан бойынша. Бәрі тегін жеткізіп береді үйге дейін. Сіз бағанадан бері кірсінде оны осы неге порталға кірсінде осы қолында. Поставщикқа кірсінде. Ары ресурсың айтып атқан, да? Наңғара, міне. Сіз бақша орнауса саласыздар ма? Арнұр көрсін. Міне. Мен өзімнің арнайы бір дайындалған сайтыма емес. Қайсы? Я, көріп тұр міне. Міне, Каспия. Дүкеніне кіреміз, я? Міне, мысал, на телефон таңдадық дейді Нүреке, я? Galaxy A03s 32 гигабайт. 83 мың теңге деп тұр, я? Ол жаңағы осы мемлекеттікте. Енді қараңыз. Мемлекеттік емес, ол поставщиктің бағасы. Дұрыс қой енді, мемлекет түсініп тұр ғой сол поставщикті. Жоқ. Етеміз. Мемлекет баға қояды. Статик. Баға қойған қойымыз. Шектік бағадан аспау керек. Содан асып тұр ғой. Кеттік, міне. Мына жақта қанша мың деп тұр? 83 мың деп тұр ғой. Ал мына жақта 59 мың деп тұр. Көріп тұрсыз ба? Міне, поставщик деген мен сізге көрсен. 32 гигабайт қоя. Мынау да 32 гигабайт. Мен сізге кішкентай нұсқасын көрсет тұр демеңіз. Міне, кеттік кірейік соған. Міне, поставщик деген мынандай болады. Сулпак, Рактел, Айкел, Эврика, Нуранцел. Міне, екінші бетке кетеміз. Көрдіңіз ба, бағалар. Мына жақта бағаны таңдау мүмкіндігі бар да. Міне, активте 59 мың тұрады. Эврикадан барсаң 59.890. Дәл сондай да? Мені поставщик деген, мені поставщик бар. Бір телефон, бірақ 20 түрлі дүкен бар да, бағалардың айырмашылығымен. Бұл биыл пилоттық негізде еске асып атқан дүние бұл. Со пилоттық кезінде зағип жандардың үстінен ақша көріп қалайын деп жатыр ғой. Ол ешкім көріп атқан ештеңесі жоқ. Көріп атқан ештеңесі жоқ дейді да, 50 мың теңгелік зат 70 мың теңге сатып жатыр. Мен айтайын. Жоқ, таңдасаңшы. Мен мысалы кеше осы жерде қызыма таңдана келсе көрдік. Бір мысалы сапасы жаңа характеристикасы жас телефон мысалы. Мына неде мысалы 81 деңе көрсетіп тұр ғой мысалы жаңағы үстіне оны қосып төлейсің деп тұр да бұл жерде. Ал арзаны ол уже алуға келмейтін телефондар мысалы. Мемлекет 73 мың деп отқан мысалы біз. Мемлекет 73 мың теңгеге дейін шектеу қойғанда 73 мың теңге телефонды мемлекет алып береді да. Ал одан артса 90 мың теңге болса жаңағы арасында 17 мың теңге Нүрекен өзі төлеу керек та. Жарайды дейді, бірақ бұл жақта сапасыз арзан телефонның бәрін қымбат баға етіп тұр да. Зағип жандарға арнайы сондай қастандық. Жоқ, ол биыл осындай пилоттық негізде еніп жатыр, келесі ол бағаның бәрі қаралады. Жоқ, неге қазір осы салынған кезде қаралу керек емес пе, Арман? Порталға түсері еніп қойған баға. Ең бірінші рет болып тұр. Жоқ, соны өзгертпейсіздер ма енді қазір хабарласып министрлікке. Бақылаушы кім? Ортада министрлігі, еңбек және әлеуметтік халықты әлеуметтік қамтамасыз ету. Ол поставщиктің бағасы ұсынып отқан. Дұрыс қой. Енді соны нарықтағы бағаны көруге болмай ма? Мен ұзақ жаққа кеткен жоқпын, Каспийді білесіз, иә? Нарықтағы бағаны 3 жылдықтың есептерін қойылған. Сонда келесі 2024 жылы мынандай қымбаттайды, сол бағамен қоя салайық дейміз.
19-20-21 жылдары кейінгі 3 жылдағы бағаға средний баға қойған Минтұрттан шектеу баға. Бірақ мен түсінбедім. Бұрын телефон арзан болғанда, бірақ қалай қымбат болып тұр? 22 жылы, келесі жылы, 22 жылы қайтадан қаралады. Биыл алмасаңыз келесі жылы алыңыз. Сонда ортада телефонсыз жүре ма, жаңағы байланыссыз қалатын болып тұр ма? Келетін шығарда басты мәселе бұл жерде шығар. Біз мысалы дәл қазіргі мысалы осы жылғын талқылап отырмыз да қазір мысалы. Уже мен келмей тұрып, бәке, мен келмей тұрып уже қанша мүгедек алып қойды ғой уже. Түсініп отырсыз ба? Қанша мүгедек алып жатыр осы заттардың мысалы. Сапасы жоқ, мысалы ана қолдануға келмейді заттар. Сапасы жоқ деп айтпаңыз. Айтамын мен, неге айтпаймын мен? Жоқ, телефонда кез келген біз сізге сапасын көтермейтін көрсетіп береміз көзіңізше. Сіз алған жоқсыз ба бір өзінің несін қалай айтасыз? Ол маған айтамын мен, ойлаңыз, алаяқтан көрсетейік көзіңізше. Сапасы телефон. Сіздер тыңдамайсыздар адамдарды, біз тыңдаймыз. Кеше де келіп кеттім мен жаңа, кеше келдім ба? Болды, Нұреке болды, түсінікті болды. Оның бекітілген бағаларының несі бар ма, шектеуі? Жоқ, 73 мың деп шектеп қойғанда 50 мыңдық телефон 55 мыңнан аспасын деген шектеу жоқ. Бұлар 50 мыңдықты алып 73 мың жаңағы шектеуге дейін апара алады. 3 жылдық бағаны, средний бағаны алған. 3 жылдық, соңғы 3 жылдық бағаны алған. Түсінбеймін, қандай болды? 3 жылдық бағаны алған. Келесі жылы қайтадан қаралады 22. Сонда қазіргі алған адамдар бостан босқа мемлекеттің қаржысына жаңағы поставщиктеріңіз қол соғып тұр ғой. Ондай емес. Арнұр, жалпы мәселемен түсінтіріс қой. Бөлімнен бақылау ешқандай жоқ, жаңағы жеткізуші екі ортада. Бақыланып отыр барлығы. Бақыланып отыр ма? Жиналысы қанша жер бақылайды дедіңіз маған, айтыңызшы. Ешкім маған. Ана күн жиналыс айтыңыз. Міне біз келіп тұрмыз ғой онда. Қанша Міне келіп тұрмыз ғой. Нені? Өткенде жиналыс айтыңыз ғой, осындай біздің техника құралдарда мысалы сол егер сапасы, бағасы сондай жөнде мысалы өзі бақылайтын мекемелер бар дедіңіз ғой, сол жерде айтыңыз. Бәрін бақылап отырмыз. Әртүрлі бақылайды. Сіз порталдан электронды, егер де сіз жаңағы бағасына келісім бермесеңіз, отказ бересіз. Егер сіз телефонсыз қаласыз. Алған затыңызға жаңағы қанағаттанбасаңыз, Ендігі жылда білмесеңіз болады. Өзі біледі ғой. Нұрек айтсын ғой соны. Сонда екі ортада мен мысалы құралсыз қалатын болып тұр ғой сонда. Мысалы дәрежеде мен қазір осы Жамбылдиев демесем, бұл баға мысалы. Сол 73 мың емес, бұл уже 103 мыңға кетіп қалуы мүмкін. Бағаны қайтып қарайды. Қарасын дұрыс, бәке, мен биыл осы нәрсені талқылап жатырмын. Келесі жылда айтудың керегі жоқ бізге. 3 жылдық, соңғы 3 жылдағы мен түсінбеймін ол 3 жылдық деген. Неге постфактум, неге де юре дәл қазір не бақылау жоқ? Неге постфактум қылмысты адамды өлтіріп болсын, сосын бақылаймыз демейді, көріп тұрған болса, мен сіздерге соны көрсетіп тұрмын, дұрыс па? Қазір мен сізге бір қылмыс болып жатқанын көрсетсем, болсын, сосын келесі жыл көреміз дейсіз ба? Әлде дәл сол кезде шешесіз ба, тырысасыз ба тоқтатуға? Ал бұл кісі келесі жыл дейді, келесі жылға сондағы адамдар құралсыз жүру керек болады ғой. Дұрыс па? Әлде екі ортада жаңағыдай. Мен мысалы Rolls-Royce алатын болсам, машинам жөндеуге берсем, маған басқа бір BMW береді. Екі ортада Rolls-Royce'ыңды алғанша, мына BMW-мен жүре тұр дейді. Сіздер сондай мүмкіндік беріп тұрған жоқсыздар да, келесі жылға дейін құралсыз жүресің деп тұрсыз. Мен құралсыз жүресіз деп тұрмын. Жамбыл ондай емес. Бұл кісілер... Мені келесі жылды күтті ал қазіргі модельдер болады, сосын естеді. Бұл кісілердің бәрі құралын алып жүр, ешкім жасаған жоқ. Келіп тұр ғой міне. Биыл ғана осындай портал... Мен сізге алып келейін ба адамдарды, осы сөзіңізден ұялмайсыз ба, сосын... Биыл бірінші... Мен алып келейін ба? Нұреке, білесіз ғой нөмірлеріне байланыстырып? Болды. Мен үйлеріне барып өздерімен сөйлесіп алып келемін онда сізге. Енді бұны бақылаушы жоқ, сол бойынша шағым толтырайық. Жақсы, Бақытжан, сіздің пікіріңізді тыңдадық, естідік ойыңызды. Бақылау жоқ министрлік тарапынан, департамент тарапынан. Жо, Нұреке, қолыңыз көрсетпей қойыңыз, көрмеді. Қолымен отсаңыз дейді. Маған не алмайды.